Бөлме өсімдіктері тазалаумен қамтамасыз етумен қатар үйге сән береді және көңіл күйді көтереді, және де ортада жақсы атмосфераны қалыптастырады. Алайда үй өсімдіктері ерекше баптауды қарауды қамтамасыз етеді. Бөлме өсімдіктерінің әдемі қалпын сақтау үшін және де ұзақ өмір сүру үшін төмендегі жағдайлар қажет. Жарықтың мөлшері. Бөлме өсімдіктері жарықты қажет еткенімен, олардың көбі күн көзінің тікелей түсуін аса ұната бермейді. Мәселен, кактус, сүттіген, фаукария, синоция сынды гүлдер жарық сүйгіш гүлдер қатарына жатады. Ал парагус, бегония, фуксия сияқты бөлме өсімдіктері жарықтың шашырап түсуін қажет етпейді. Қырыққұлақтар, тікенекті өсімдіктер күн көзін сүймейді, сондықтан көлеңкеге төзімді болып келеді. Жайлы орын. Өсімдіктердің өз тұрақты жеріне қою керек. Өсімдіктерді өз орнынан жиі қозғалтпау керек. Теледидар, техника, музыкалық аспаптар, кір машинасының қасына өсімдіктерді қоймау керек. Өсімдіктердің жатын бөлмесінде аз болғаны дұрыс. Себебі олар таңертең оттегін, кешке көмір қышқыл газын бөледі. Белгілі бір мөлшерде бөлме өсімдіктері жылуды да қажет етеді. Әсіресе үй температурасы маңызды рөл атқарады. Жылу сүйгіш өсімдіктерінің күтімде олардың жел ретінде тұрып қалмауына ерекше назар аударыңыз. Температура режимінің бұзылуы гүлдердің жапырағының жақындауына, сарғаюына және жиі түсуіне алып келеді. Кез келген бөлме өсімдік үшін топырақтың құнарлы болуы маңызды, сондықтан үнемі тыңайтқыштарды пайдаланып отыру қажет. Бөлме өсімдіктерінің түріне қарай себетін тыңайтқыштар да әртүрлі болып келеді. Гүлдеріне құятын судың температурасы бөлме температурасымен шамалас болғаны жөн. Сонымен қатар суды алдын ала тұндырып алу керек. Судың шамадан тыс мөлшері өсімдік тамырының шіруіне себепші болады. Бұл біздің үйдегі гүлдер. Олар сондай әдемі. Біз оларға қазір күтім жасаймыз. Ең бірінші барлығына су құйып аламыз. Және де арам шөптерін жұлып, жанындағы қоқыстарын да алып тастаймыз. Қоқыстарды алғаннан кейін жапырақтарын үзіп алмай шаңын сүртемін. Осымен болды, маған гүлдер қатынайды.